Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазан кебап дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Қараңыздар, түрінің өзі тәбетіңді ашып тұр. Өте дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге рецептін қалдырамын. Бізге керек ингредиенттер: мендегі қой еті, сиыр етінде пайдалануға болады, бірақ жас малдікі болғаны жөн, тезірек піседі. Және чеснок, 2 пияз, картоп, дәмдеуіштер мендегі етке арналған дәмдеуіш, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка. Етті ірі-ірі етіп турап алғанмын. Енді пиязды тураймыз. Пиязды жіңішкелеп осылай екіге бөліп алып, жіп-жіңішке етіп турап шығамыз. Міне, пиязды осылай жіп-жіңішке етіп турап алдық. Екінші пиязды да дәл осылай турап аламыз. Енді чесногын тураймыз. Чеснокты майдалап тураңыздар. Майдалап турағандарыңыз жөн. Чеснокты қанша қосатындарыңыз, ол өз қалауларыңызға байланысты. Ұнатсаңыздар көбірек, егер чеснок ұнамайтын болса, аз 2-3 дана салуларыңызға болады. Мен шамамен 4 дана қостым. 4 зубчик. Міне, турап алған чеснокты бөлек бір ыдысқа салып аламыз тарелкаға. Чесногы мен пиязын турап алдым. Енді картоптар менде кішілеу болғандықтан осы күйінде қуырып аламын. Егер үлкендеу болса, ортасынан бір бөлсеңіздер болады. Қазанға майды көбірек құйып, қызып тұрған кезде қуырып аламыз. Міне, осылай араластырып отырып қуырамыз. Жайлап араластырыңыздар. Міне, қараңыздар, қызарып жатыр. Қызарған жағын айналдырып, осылай қуырып алыңыздар. Қазір сап-сары болып қызарады, сол кезде аламыз. Міне, қараңыздар, сап-сары болып, бауырсақ сияқты болып шығады. Міне, бөлек бір ыдысқа салып аламын. Міне, барлығы міне. Міне, қараңыздар, сап-сары болып шықты. Енді етін саламыз. Етін де картоп сияқты қызартып қуырып аламыз. Негізі майының көбірек болғаны жөн. Осылай араластырып отырып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Өте қатты қызартып қуырмаңыздар, орташа етіп қызарған кезде аласыздар. Міне, осылай қуырылып жатыр. Қызарғанын күтеміз. Арасында араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Етімізді қызартып пісіріп алдық. Кішкене ғана қазанға май қалдырып, қалған майын құйып аламыз. Сол майға пиязды қуырамыз. Пиязымыз сап-сары етіп қуырылған кезде жаңағы қуырып алған картопты, етті саламыз үстінен. Дәмдеуіштерін, тұзын, бұрышын, аздап су құйып, астын баяу отқа қалдырып, шамамен 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Қазан кебабымыз дайын болды. Міне, қараңыздар, иісінің өзі бұрқырап, тәбетіңді ашып тұр.
Еті жұмсақ боп піскен, жас малдың еті болғандықтан тез-ақ пісіп шықты. Картоптары да езілмей піскен. Өте дәмді боп шықты. Бетіне осылай пиязды турап салсаңыздар болады. Немесе ас көктерді, көк пиязды турасаңыздар болады. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Неке қараңыздар, қандай дәмді тағам. Көрінісінің өзі де тәбетіңді ашып тұр. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Басқа да видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше аман, сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.